Барлықтарына сәлем достар, сіздермен бірге мен Бағдәулет. Бүгін мен өзімнің атомный электростанция, яғни АЭС-іме обзор жасаймын. Мына жақта полностью лаборатория, мына жақта консоль, міне осы жерде 50 болып тұр. 190 градус болып тұр. Ал мынау NPC-лар, начальник, Рома и мен. Так, қазір мен сіздерге F5 өзімнің скинім міне. Тағы да бәріне сәлем. Бұл енді мына жерде офистің босқа, Конор босқа өстіп жазуға болады. Мына жақта зелялар и мына жақта РБМК реактор. Так, міне мына жақта енді достар, міне бос Конор, оның компьютері бар. Так, мына жақта статуя, мен статуям, мысалы мұны адамның статуясы. Міне мына жақта біздің АЭС-іміз. Мына жақта гене турбинный. Так, комментария жазып кетіңіздер. В общем, мына жақта градирня, түтін шығады осыдан. Мына жақта АЭС, мына жақта деревня 12. Енді модтар, міне көп 12 модтар бар. Бұл жақта енді осы атомный энергия станцияда реактор жарылып кетсе, радиация ұстайды. Так, енді достар, менің мынау телефон. Так, енді достар, стейчкейлері, радиация вообще 0. Көрдіңіздер ма, достар? Так, обломки стержена бәрі 0. Мына жақта кетіп жатыр мышканы. Мынау AZ5 кнопка. Міне осы жерде волналары көрсетіліп тұрады. Енді достар, мына жақта камера, компьютерлер, мына жерде сосын документтер, испытаниялар. Енді достар, қазір біз испытание жасайтын боламыз. Так, Рома. Ой, начальник. Что? Так, достар, бізде начальник орысша сөйлейді. Жоқ, қазақша түсінемін мен. Так, енді қанша градуста не қылу керек? Қазір біз реакторды 50 градусқа көтеруіміз керек. Жоқ. 50 градусқа көтерсек, жарылып кетеді ол. Мүмкін 30 градустан бастан. Өзім білші. Так, достар, онда 30 градустан бастаймыз. Мына жаққа 30 деп жазайық. 30. Все, достар. Жоқ, достар, біз AZ5-ті басып, температураны кішкене түсіріп алуымыз керек. И судан соң барып қосуымыз керек реакторда. Міне сіздерге жақсы көрініп тұру үшін мен үлкейтем. Так, каналға подписаться етіп кетіңіздер. Міне қазір бәрі тоқтады. Температурасы бәрі тоқтасын қазір. Так, достар, сосын мен сіздерді реактормен таныстырам. Осын кнопканы басамыз. Негізінде оның алдында А деп тұрады. Оны басуымыз керек. Бұл енді мына жерде контроль деп тұрған. Бұл регулирующий стержень. Ал мына жақта борный поглотитель. Бұл
мына жерден өткен нейтрондарды өзіне жұтып алады, радиацияларды. Ал мына жақта енді температура компонента деген ол негізінде осы барлық реактордың нейтрондары. Міне объединені деген ол электро. Замедлені деген ол ештеңе білдірмейді. Обломки стержені, температура стержені ол температура. Енді қазір біз азпиятты басып қойдық. Қазір енді реакторды запустить етеміз. Міне 1, 2, 3. Все, реактор көтеріліп жатыр. Мощность түсіп кетпеу керек, түсіп кетсе бітті. Енді достар, мына жақта көтерілді. Сіздерге енді реактордан көрсетейін, ол қалай жұмыс істейтінін. Так, ашамыз есікті. Міне достар, мына жақта регулирующий стерженьдер көтеріліп жатыр. Мына жақта қараңыздар, көкпеңбек, ол нейтрондар өтіп жатыр. Енді достар, мынау не дейсіздер? Точка деп тұр. Кабрит, вольфрам, отражатель нейтронов. Бұл енді осы жақта нейтрондар өтеді. Осы нейтрондар регулирующий стерженьдерге тарағанда замедляющий топливный стержень жасау керек. Ал ол көп болып кетсе радиация ұстайды. Радиацияны мынау жұтып қояды, борный поглотитель. Мен сосын блок борамен мына жақтың бәрін қаптап тастадым. Өйткені ол радиация, осы реактор жарылып кетсе, саркофаг болып радиацияны ұстап тұрады. Есік жауып қою керек на всякий случай. Ал енді радиация тарап кеткен кезде начальник Рома екеуі жатып қалады. Содан соң өзім қалып, выживаниеде неған кезде үшеуміз де жатып қалуымыз мүмкін, лучевой болезнь дегенде. Так, енді достар, мына жақта 50% болып тұр температурасы. Тағы біз 30-ға көтереміз. 30-ға емес, 50-ге көтереміз. 50-ге кетті. 64, 75, 86, 90. Біз мыңнан асырмауымыз керек. Азпиятты басып қойық. Если достар, комментарий жазып кетіңіздер маған. Так, достар, мощность азы 5. Да, достар, көтеріліп кетіп жатыр ғой. Да, достар, бәрін норм, достар, норм. Да, жарылып кете жазады, достар. Қызыл болып кетсе, ол уже полностью мына жаққа дейін жететін болса, уже бітті. Реактор жарылып кетеді. Так, начальник. Ешқасанда мына реакторға испытание жасалмау керек. Бұл урановый. Понимаешь? Урановый бұл. Урановый жаман қатты не қылады. Да, достар, урановый топливо деген бұл міне мына жақта. Урановый топливо деген, топливный стержень деген, міне топливный стержень. Высоковещный урановый топливо 225. Міне осы жерде енді жоқ, достар, бұл плутоновый екен. Топливный стерженьде ғана зат екен. Урановый. Ал замедляющийді плутоновый. Так, босқа айта салыңызшы. Алло, босс. Мына жақта начальник ережені бұзды. Так, не понял? Так, начальникқа берші. Да, на. Босс айтады саған. Алло, начальник, мен сені түсінбедім. Неғып испытание жасап жатсыңдар? Босс, енді кешіріңіз, біз реакторды
тексергіміз келген қанша градусқа баратын. Так, зарплатаң сен азаяды. Бопты. Так, бос енді. Все. Так, енді достар, начальниктің зарплатасы азайды, жүре. Так, бос естідіңіз ғой? Я, естідім. Так, короче, бос, біз, қазір реактордың урановый топливосын тез ауыстырып тастауымыз керек. Я ауыстыра берінде ескіріп қалған сияқты ол. Так, достар, мынау не? Доктор. Все. Так, дос. Подписаться етіп жүріңіздер. Қол қойып жүріңіздер. Все, болды, қол қойдыңыздар. Так, алло. Я. Так, достар. Қазір біз на реакторды тоқтаттық. Так, енді қазір біз реакторный помещениеге барамыз. Так. Айбай. Ыстық қой, достар, ё-моё. Так, бетейік. Қайттан не қылайық. Содан соң қайттан салып қою керек. Все, екеуі. Айбай. Плутоновый. Қайттан. Все. Так, мына жерде батарейка жұмыс жасап тұр. Документтер бар. Стейшкейлері. Радиация 0. 40. Жүре, достар. 35-ке көтеру керек екен бізге, достар. Кетті, достар. Азып айттың колпачогын басып қояқ. Енді, достар, қазір 70-ке жеткенде бірден азып айтты басу керек. Хотя, достар, 100-ден асу керек қой бұл. Қанша градусқа дейін барады екен, көреміз, достар. Так, мощность кетіп бара жатыр нормально. 56% температурасы. Температура компоненті 29. Так, 56. 56-ға дейін барады екен, 35. Пока норм. Бұнда 36-ға, 38-ге қояқ. 38. Чуть-чуть көтерілді тағы. Көтеріліп атыр. 59 болды. 60. 63. Достар, сіздерге көрініп тұр, я. Міне. Температура көтеріліп атыр. 70-ге келді. Так. 20 деп ойлап қалмаңыздар енді, достар. Қазір 91-ге келді. Так, пока, достар, нормально температура. 100-ге, 200-ге жетпеу керек бұл енді, 38. Жоқ, пока что нормально, достар. 38 қыздырып атыр. Так, пока нормально. Да, достар, времени 30-ға қояқ. 30-ға қоя тұрайық.
225, 221. Алло, босс. Короче, біз мына жақта испытание жасап жатырық. Аха, жасай беріңдер. Зарплаталарын төлеп жүрем. Так, Каспий айтасың ғой? Я, қазір айтам. 805, 831, 81, 53. Все, онда аударып қойдым. Да, болды, келді. Да, достар, 70 көтеріліп жатыр. Азайып жатыр. Да, достар, біз босқа барып білек, 16 коныр. Так, ана бумагаға, ана документін. Так, сосын. Да, достар, біз енді испытание жасап отырық. Так, температура 64 норм. Так, енді в принципе, достар, 45 нормально шығар. Так, мощность кетті. Тау болып көтеріліп жатыр, көріп тұрған сияқтысыздар. Сразу колпачокты басып қояйық. Қараңыздаршы, достар, қызарып жатыр уже. Бүйтіп қояйық. В смысле, достар? Мощность падает. Азы 5. Да, достар, азы 5 басу керек. Азы 5, азы. Достар, жаман қатты көтеріліп жатыр. Азы 5. Ема, достар, чуть жарылып кете жаздады. Кішкене үлгермей қалған кезде жарылып кететін жаздады. Так, босқа жазып қояйық. Все, достар, босқа жаздық. Так, испытанияны 500-ге дейін қыздырмаңдар дейді. Еба, біз 500-ге дейін қыздырдық қой. Еще 9-ға дейін жетті ғой біздікі. Да, ну, достар. Так, сағат 1 болды. Жоқ, 1 емес. Так, на жақта. Тұстар жүр. Я, түскі 1 болыпты, достар. Не деп жазайын? Енді, короче, есік жауып қояйық. Да, достар, шулап жатырмыз жақта. Температура 0. Істемейді ғой ол температура. Өтірік тұр радиация. Сен, начальник, бар ана босқа. Сен әлі бармаңыз. Так, Рома, короче, біз қазір реакторды 30-ға дейін қыздырмауымыз керек. Короче, біз қазір 100-ге дейін қыздырамыз. Так, смысы Бағдаулет қызы. Өйтіп қыздыруға болмайды ғой. Может, реактор жарылып кетуі мүмкін ғой. Ештеңе болмайды. Все, короче, мен 100-ге дейін қыздырам. Абайлаңыз. Так. Қазір біз, достар, 100-ге дейін қыздырамыз. Жарылып кетпесін, достар, жарылып кетпесін. Бірден азы 5-тің колпачогын басып қоямыз. Қызып жатыр, достар. Тез қызады енді бұл. В принципе, 500-ге дейін жетеді бұл. Да, достар, азы 5.
азып ет. Да, достар, бісміллә. Достар, кетті, реактор жарылып кетуі мүмкін. Жарылма. Чё, достар? Реактор жарылды. Так, достар. Сіздермен болған мен Бағдәулет, сау болыңыздар.